Отбасы болғаннан кейін ыдыс аяқ сылдырламай тұрмайтыны белгілі ғой. Әйеліңізге күн сайын бір роза гүлдің дәмі бар, Рафаэлла да сыйлай алмайсыз. Романтикалық бір мелодрамалық моменттер тудырудың шебері Николас Спаркс та емеспіз. Әлгі дәрігерлердің операцияға жеткізбей емделу керек дейтіні секілді, ер жігітте отбасындағы профилактиканы ертерек бастау керек қой. Жұбайыңызда ағзаңыздың бір мүшесі ғой, ампутацияға, яғни ажырасуға жеткізбеген абзал. Ол үшін не істеу керек? Бір құрбысымен кездеспесін, қатары үйге келмесін, бұл бармасын демейміз. Бірақ жұбайыңыздың ең жақын нөмірі бірінші сырласы өзіміз болайықшы жігіттер. Сырын сізге айтсын, жан дүниесіндегісін сізге көрсетсін, шерін сізге кеп тарқатсын, оның несі айып? Адамдардың алдында аманаттап, Алланың алдында ағнекелеп алған жоқпыз ба соны? Ең жақыны бір жастықта қартаямыз, өмір сапарының соңына дейін қол ұстасып бірге барамыз деп серттескен ғұмырлық жолдасы өзіңіз емес пе? Бізге ашылмайтын жабық, бізге келгенде тұйықталып кетуіне де өзіміз айыптымыз. Себебі айта бастағаннан-ақ аузын жауып, көңіл көмекейін әбден бітеп тастағанбыз. Көңіліне тиетіндей күлкі қып, әжуалағанбыз. Сонсоң әрине бізге айтқысы келмейді, жүрегімізге ашқысы келмейді. Әлгі жұбайлар бар әңгімесі таусылған болып жүргеніміз сосын. Ең құрығанда тыныш тыңдап отыру қолымыздан келетін шығар жігіттер. Осы күнгі үкімет еститін билік деген бір қылық шығарып жүр ғой. Саясатқа сай еститін еркек болып көрсек қайтеді осы. Естеріңізде болсын, бізге бір жігіттер қауымы үшін майда, маңызсыз болып көрінетін кейбір мәселелер әйелдер қауымы үшін керісінше әлгі бір Біріккен ұлттар ұйымының мінберінде, дәргейінде қарастырылуы тиіс, бір архи маңызды шаруа сияқты болып есептелуі мүмкін. Сондықтан өзімізбен өлшемейік жігіттер.